Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді шоколадный сметаник пирогын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ең алдымен сары майымызға қантымызды қосып, шанышқы көмегімен бір келкі болғанша араластырамыз. Араластырып болған соң, бір жұмыртқамызды салып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Содан соң електен өткізіп, ұнымызды және қышымызды қосамыз. Барлық масса біріккенге шейін қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз осылай болып шығады. Начинкасын дайындағанға дейін қамырымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Ең алдымен начинкасын дайындау үшін шоколадымыз бен майымызды ерітіп аламыз. Содан соң қаймағымызға қантымызды, жұмыртқамызды және де шоколадты массамызды салып біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын. Қамырымызды формамызға орналастырып аламыз. Орналастырып болған соң, начинкамызды саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын. Піскеннен соң 2-3 сағат тоңазытқышта ұстаймыз. Пирог өте дәмді, ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осы пирогты жасап көруге кеңес берем. Сіздермен болған Ертаева Аружан. Астарыңыз дәмді болсын.